Бәріне сәлем, сіздер мен Әсел, менің парақшама қош келдіңіздер. Сонымен бүгінгі влог Қорғасқа қалай барған туралы болады. Мінекей мынау Жаркент қаласының орталығы, акимат орналасқан және аудандық сот орналасқан. Сағат 7:30-да біз тұрып, осы жерден папам тастап кетті. Содан кейін ары қарай осы жерлерді аралап, вокзалға қарай жол жүрдік мамам екеуміз. Оң жағымыздағы мына жерде алаң, осы жерде мерекелік шаралар өтеді. Мереке кезінде және ар жағында парк бар, ол жерде карусельдер, балалар ойнайтын батуттар, сондайлар бар. Мінекей мына жақта мәдениет үйі, мінекей мына жерде біз таксиге отырдық. Вокзалдан отырады, Қорғасқа дейін 1000 теңге. 20-25 минутта жетеміз. Мінекей бісмілла деп отырып алдық таксиге. Жол бойы бірнеше ауылдарды басып өтеміз. 6 үй бар, Шыған, Үлкен Шыған және де Пиджим. Одан кейін мінекей Нұркент бар, одан кейін мінекей Қарғосқа жетеміз. Жаркент. Адам көп. Мінекей көріп тұрғандарыңызда адам өте көп. Осындай билет алдық. Бір адамға 3000 теңге ары барып кіру үшін. Осы билетті жоғалтпау керек. Мінекей ішінде де көптеген кептеліс болды. Очередь, мінекей адам деген көп. Біз осы кезде понедельник күні барған едік. Суббота, воскресенье адам көп болады деген понедельник кіріп едік. Бәрібірде адам өте көп болды. Осындай, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей 3000 теңгемізді төледік. Одан кейін осылай автобусқа жайғастық. Мінекей мына жерде кетіп бара жатырмыз. Негізі ковид кезінде Қорғас жабылған. Одан кейін 3 жылдан кейін мінекей ашылып отыр. Қазір ашылғанына 2-3 ай ғана болды. Мына жерде кетіп бара жатырмыз. Мінекей мына жақ біздің Қазақстанның шекарасынан нейтралды аймақ деп аталады. Мінекей. Мінекей Қытай жаққа жетіп қалдық. Үлкен үйлер салып тастаған, міне көріп тұрғандарыңыздай. Зданиялар жаңа өте көп. Мінекей кіріп келе жатырмыз. Мына жақта стройкалар болып жатыр. Мінекей осы жерде duty free'дің алдынан тоқтадық. Сосын ары қарай жаяу кеттік. Мамам екеуміз. Мінекей қазір ары қарай өтеміз аркадан. Содан кейін торговый центрлары басталады. Күн өте ыстық болды. Мінекей Қытайлар жақ бәрі тап-таза, шөптерді өсіріп қойған. Мына жерде Қытайларды көріп тұрсыздар. Мына жерде суретке түсіріп жатыр. Олар қыдырып осы жаққа келеді, суретке түсіп, мына зданиялардың жанында суретке түсіп жатыр. Қызық оларға. Мінекей менің артында қызыл туларын іліп қойған. Сол жерден Қазақстанның азаматтары өтеді, как пост ретінде. Ол жерде телефонға түсірмедім. Мінекей торговыйларға келдік. Мынау Джунке, одан кейін тағы да қандайына кірдік біз. Золотой портқа ғана барып үлгірдік. Мінекей Джунхэ деген осы главный кіре салғандағы адам көп көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей біз кірместен уже адамдар товарлармен дайын тұр кетуге. Осылай.
кіре салып мен сразу су сататын магазиніне кірдім. Мінекей оң жақта тұрған ағаштан жасалған, міне бәрі білетін шығар, осы жерде 500 теңгеден неше түрлі сулар бар. Мороженое. Ayarın ekan. Xalat emas xamasi. Xalat sirtida. Mama shляпалар tur qo'y. Ay, manda men ko'rdim. Iya. Qo'y unday yo'q шығар. Подвал. Eba, графика oldu. Ойба. Мына жақта не бар екен? Мынау 50 теңге едік, биыл қазір 100 теңге болып кетіпті. Бәрі білетін магазин. Біздегі все по 350 деген сияқты. Арзан еді, бұлар да қымбаттатып алыпты. Мына жерде ұсақ түйектің бәрі 100 теңгеден. Корзина береді қолыңызға. Сосын түгел керек затыңызды алып шығасыз осы жерде. Мен осындай магазиндерді өзім ұнатамын, ұсақ түйек сататын. Бізге осының ішін аралап болдық. Жүңкенің ішін аралағанға көп деген уақыт кетті. Мындай үйлер. И жана да осындай. Мінекей мына жерде автокар дейді, балаларға арналған ходунок бәрі арзан бағада. 30 мыңнан басталады деді ғой деймін осы жерде. Бағаларын ұмытып қалдым уже. Ал золотой. Торговый центр предлагает большой ассортимент выбора. Меха, одежды, обувь, головных уборов, Жүңкеге қарағанда осы Золотой порттың іші арзан, мынау подвалы осы жерде. Телефонға керектің бәрін осы жерден арзанға алуға болады. Мен өзіме сол AirPods наушники алдым, 4,5 ба сондай қалдым. 10 мың деді, енді одан кейін түседі өздер. Мынау 3-ші этажы, спортивный костюм ұлдарға барлығы осы жерде. Мінекей детский курткалар бәрі осы жерде. Бері қарашы, мама. Әдемі. Мынау менікі. Хороший шапка, одевай, красивый. Мен деген бәрін аралап көргім келді. Сонымен біз Жүңке мен Золотой порт екеуіне ғана барып үлгердік. Негізі шубаға кіреміз деп едік, ол деген оған уақыт жетпеді. Сағат 5-те шығу керек болды да, содан кейін тез әйтеуір шықтық. Мына жақта келе жатсам, осындай Қытайлар кунг-фу жасап жатыр екен, ақырын түсіріп алдым. Ойыншықтар бар екен, оны келді. Негізі осы қорғасқа келетін болсаңыз, ақшаңыз бар болса, алатын зат өте көп, қызықты. Мен деген маған бәрі қызық болды, содан кейін асықпай араладым. Мінекей мына жерде үйге қайтып бара жатырмыз. Қайтадан сол билетімізбен отырамыз, бағана 3 мың теңгеге алған. Содан кейін қайтамыз. Қазір заттардың бәрі қазпочтамен жіберіледі. Алған затымыздың бәрін почтаға салып жібердік. Қолмен жүк көтермейсіз. Осы жерге келіп бір тамақтанып алдық та, затымызды алып, сонымен 8-де үйімізге қайттық.